Баршаңызға ассалауму алейкум, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге ауызда еритін өте дәмді бір жекене сіздерге ұнайтын рогалики жасайтын боламыз. Құрамындағы заттардың барлығы үйдегі қолжетімді заттар. Қараңыздар, қандай күшті болып шығады. Үгітілмелі, ауызға салғаннан бірден еріп кететін рогаликті жасап көріңіздер. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең бірінші, алдын ала еліктен өткізіп алған ұнымызды саламыз, сары майымызды саламыз. Енді осы сары май мен ұнды ұнтақ болғанға дейін араластыру керек. Мендегі сары майымыз жұмсақ болып тұр. Сондықтан да мен солай қолыммен ғана ұнтақтап аламын. Егер сіздердің сары майларыңыз қатып тұрған болса, үкіштің көмегімен өткізіп алсаңыздар болады. Міне менің ұнтақтарым дайын болып қалды. Осындай болып шықты. Енді келесі басқа қоспаларын қосамыз. Шай қасықтың ұшымен ғана қопсытқыш қосамыз. Одан кейін жақсылап тұрып араластырып аламыз. Келесі кезекте жұмыртқаның сарысын саламыз, және де қаймақ қосатын боламыз. Енді осы қоспамыздың барлығын жақсылап тұрып араластырып, осылайынан қамыр елейміз. Қамыр елеген кезде бізде жұмсақ қамыр болуы керек, өте жұмсақ қамыр, және де өте жеңіл еленеді. Міне біздің қамырымыз дайын, қараңыздар қандай жұп-жұмсақ. Енді біз қамырды ешқандай қоймаймыз, бетін жауып керек емес, бірден жасауға кірісіп кетеміз. Қамырды міне осылай ұзынша қылып жайып аламыз, одан ортасынан теңге бөлеміз. Одан кейін әр бөлігін тағы да екі кішкентай бөлікке бөлетін боламыз. Бізде сондай кішкентай 4 қамыр шығады. Сол қамырды біз қас жаятын боламыз. Жаямыз дегенге дейін бірінші осылайынан дөңгелек формаларын жасап аламыз. Құрағын сеуіп, барлығын жасап шығамыз. Енді біз бір қамырмен жұмыс жасағанша қалған қамырларымызды тоңазытқышқа салып қоямыз. Енді біз осы кішкентай қамырымызды оқтауымыздың көмегімен міне жайып аламыз. Осындай жұқалыққа дейін жаясыздар. Одан кейін пышақпен 4 бөлікке ортасынан бөлеміз. Одан кейін әр бөлігін тағы да бір бөліктен бөліп шығамыз. Енді мен салма ретінде вареная сгущенка, яғни қойылтылған, қайнатылған сүтті қолданып жатырмын. Осылай кішкене саламыз. Шеттерін барлығын жақсылап басып аламыз шеткі бөлігін. Одан кейін міне жаймен ғана осылайынан орап шығамыз. Бізде қамырымыз өте жұмсақ, және де бірден жұмыс жасау оңай, тез ғана оралып кетеді. Міне осылай шеттерін барлығын басып, осылай орап шығамыз. Тура осы әдіс бойынша барлық рогаликтарымызды жасап шығамыз. Міне мен барлық рогаликтарды жасап шықтым. Үстіне ешқандай жұмыртқаның сарысын жағып керек емес. Осылайынан алдын ала қызып тұрған пеште 170 градуста 40 минут пісіріп аламыз. Енді біз қазір қант ұнтағын дайындап салып аламыз кереуде келген ыдысқа. Одан кейін піскен рогаликтерімізді осы қант ұнтағында ұнататын боламыз. Егер қаласаңыздар ситамен тек қана үстіне сепсеңіздер де болады. Немесе осылай мен сияқты қант ұнтағын аунатып, ыдысымызға салып дастарханға ұсынсаңыздар да болады. Тура осылайынан міне барлық рогаликтерімді жасап шығамын. Осылайынан мен сияқты аунататын болсаңыздар, сіздердің дастархандарыңызда осы рогаликтер әдемі және де ерекше болып көрінеді. Қараңыздар, қандай әдемі болып шықты. Біздің рогаликтеріміз өте дәмді, және де бірден ауызға салғаннан еріп кететін өте күшті болып шығады. Сондықтан шайға дайындап көріңіздер. Қазір сіздерге ортаңғы жақ бөлігін көрсетейін, қалай болып шығатынын. Үстінен басып көрсетейін, қараңыз, осындай үгітілмелі болады. Егер сіздерге видео ұнаса, каналыма тіркеліп қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Сонда каналыма шыққан видеоны алғаш болып көресіздер. Кездескенше.